Қадірменді көрермендер, егерде сіздер мені экранда жақсы көріп жатсаңыздар, демек бәрі ойдағыдай эфирде әңгіме бағдарламасы. Қызықты әңгімелерге, көптеген әндерге толы кешімізге қош келдіңіздер! Бәрекелді. Ал егерде достар, дәл қазіргі сәтте сіздердің көңіл күйлеріңіз болмай тұрса, менің қасымда отырған талантты жігіттер, қазақ концерттің музыканттары барынша сіздердің көңіл күйлеріңізді көтеруге ықпалын салатын болады. Олай болса, мен бұл жігіттермен сіздерді таныстыра кетейін. Қасымда отырған көршілері, классикалық музыканың эксперттері, таныс болыңыздар, пианист, клавишник Ғалымжан. Бәрекелді. Оң жағымда отқан жігіт негізі кішкентай кезінде бастық боламын деп еді, бірақ қазіргі сәтте жай ғана бас гитарист болып жүр. Есенәлі! Ал бұл жігіттің қолында тек қана 5 саусағы болса да, бірақ 6 ішекті электрогитарада ойнап жүрген Нұрбақыт мырза! Сонымен қатар кішкентай кезінен бастап Брюс Лидің бүкіл ұдарларын жатқа білетін барабанщик Нұржан мырза! Және де кешіміздің жүргізушісі мен Тимур Умаров. Ал бүгінгі студиямызда достар тағы бір қонақ, ол жай ғана қонақ емес, жұлдызды отбасының өкілі. Көптеген қыздардың арманы, талантты әнші және композитор, қарсы алыңыздар, Мади Рымбаев! Ассаламу алейкум, Мади, қош келдің. Енді шыны керек, осы уақытқа дейін қаншама аға әпкелеріміз келді ғой студияға. Мен сол кісілермен жай ғана былай амандасам, енді сен өзім былайша айтқанда құрдасымсың. Сенімен былай помолодежно амандасайықшы екеуміз. Былай сосын бүйтіп астымен, үстімен, бүйтіп ортасымен сосын бүйтетін бар ғой. Мади, красавчик! Жас жігіттермен сөйтіп амандасқан негізі ұнатамын. Иә, олай болса, қош келдің, көңіл күйің қалай? Бәрі жақсы ма? Бәрі керемет, ойдағыдай. Рахмет. Ай, бәрекелді, бәрекелді. Енді бүгінгі біздің студиямызға тағы да қош келдің деп айтамын саған. Қандай әнмен келдің, немен келдің бүгін? Әнмен келдім, ырғақты, көңіл күйді көтеретін әнмен келдім. Аты оның Ен. Бәрін көре жатарсыздар. Кешіресіз, қалай едің? Ен. 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 Мен негізі бұл әнді кезінде бұлай естіп көрмеппін. Ол аты қызық екен, жалпы не мағына білдіреді? Менің толқыныма, біздің толқыныма Ен деген сияқты. Ен, кір деген сияқты. Кір деген сөз ба? Кір сияқты. Сен күшті көрсетіңіз, кір деп ше. Жақсы, олай болса керемет, керемет. Қадірменді достар, біз бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Қадірменді көрермендер, эфирде әңгіме бағдарламасы және де осы бағдарлама және де мен танымал болу мақсатында сіздерге арнайы тосынсый айдарын ұсынатын боламыз. Бұл айдарда өздеріңіз білесіздер, кімде кім YouTube платформасында осы бейненің астында қызықты комментарийлер қалдыратын болса, сол оқырманымыз арнайы Мади Рымбаев алып келген осы қызыл жәшіктің ішінде тұрған керемет тосын сыйға ие болады. Ал біз болсақ әрине Мадиға көптен көп рахмет айтамыз осы керемет сыйлық үшін. Әдеттегідей мен бұның ішінде не екенін білмеймін, бірақ құрметті достар, егерде сіздер көптеген комментарий жазып, қызықты комментарий жазсаңыздар, араларыңыздан біреуін таңдап, біз осы тосын сыйды табыстайтын боламыз. Ал жеңімпазымыз кім екен, біз сіздерге келесі бағдарламада айтатын боламыз. Мади, көптен көп рахмет. Ұнайды деген ойдамын. Баршаңызға сәттілік.
Олай болса, қадірменді көрермендер, дәл қазіргі сәтте бізде эксклюзивті жаңалықтар айдары. Керемет, Мади, бізде дәл қазіргі сәтте эксклюзивті жаңалықтар айдары. Ол не дегеніміз? Дәл қазір сен ешкім естімеген, ешкімге айтылмаған, ешқай жерде айтылмаған, тек қана бүгін, тек қана осы студияда, тек қана әңгіме бағдарламасында бір су жаңалығымен бөлісуің керек. Егерде сен бөліспейтін болсаң, біз саған айыппұл саламыз. Ол бір 700 000 теңге болады, негізі айыппұлдың сомасы. Ол ақшаны біз енді мынау көрермендердің арасына ойнатамыз енді, иә. Енді өзің таңдайсың, айыппұл ма, әлде су жаңа эксклюзивті жаңалық па? Жаңалыққа келсек, ол бір глобальный үлкен жаңалық емес, бірақ мен үшін өте қуаныш, өйткені кеше ғана мен магистр атағына ие болдым. Диссертациямды қорғадым, бәрі ойдағыдай өтті. Енді оқымаймын енді болды. Құтылдым дейсің ғой. Құтылдым, иә. Бірақ сонда да енді қандай магистр атағына ие болдың сен? Бөлінеді ғой. Өнертану факультеті. Өнертану факультеті. Магистр достар, құттықтап қойсақ болады, Мадина? Рахмет. Ай, бәрекелді. Енді демек сен магистратураны бітірген болсаң, келешекте бір құдай қаласа, бір 10-15 жылдан кейін жастарға бір тәлімгер ретінде енді сабақ бере алатын болдым. О, керемет, жақсы. Я, бәрекелді. Енді Мади, жалпы мен байқағаным, өзім үшін мониторинг жүргізем әртістердің арасында. Сен интернетте өте белсендісің, бірақ сонда да қай әлеуметтік желіде көбірек отырасың? Өте белсендімін деп айта алмаймын, бірақ былай уақытымен болады, белсенді болам. Әртүрлі бір блогинг дейді ғой, блогер болуға тырысам. Бүкіл әлеуметтік желілерде бармын, бірақ олардың арасынан көбінесе Инстаграмда отырам. Я, мен байқағаным, сен негізі жалпы әннен бөлек мықты билейсің негізі. Дұрыс қой? Ол да бар кішкене. Мен мысалы, мен мойындаймын сен, шынымен мен билей алмаймын. Жалпы көптеген осы интернетте біздің блогерлермен, бір бишілермен болсын, көптеген сенің коллаб видеоларын көрген, билеген видеоларың бар екен, неше түрлі тиктокқа түскен видеоларың бар екен, расымен де өте қызық. Жалпы енді мынау әрбір әншіде, танымал әншіде өзінің бір хейтерлері болады. Сен олармен қалай күресесің? Бұлай күресем деп айта алмаймын. Ол қиын, бірақ қатты қабылдамауға тырысам. Мән бермейсің? Мән бермеймін, қатты да мені бұлай түртетін. Жоқ, мен енді неге сұрағаным, жалпы жарайды енді үлкен аға әпкелеріміз өнердегі өнер майталмандары, олар енді кішкене ондайға мән бермейді ғой енді, оқып жарайды дейді, қоя салады. Мысалы, енді біз кішкене жас болған соң кішкене қанымыз қызып тұрады. Мысалы, бір жаман комментарий көрген кезде, мынау не деп отыр деп бит личкасына шығып, давай Нарбат приходи, бүгін сөйлесейік деп бит. Кішкене мен екі адам боламын десе, Али бүгін істеп жатсың, келші маған деп, ондай болмай ма? Ондай болмай. Ответ берсем тек қана бір юмор ретінде ответ қайтарам. Ешқашан да бір агрессия деген жоқ. Агрессиямен былай кәдімгідей ренжіп ответ қайтарғаным болған жоқ. Жай ғана бір рахмет деймін, бақытты бол деймін болды. Демек, сенде мына сөзді айтуға болады екен, таспен атқанда аспен ат демекші, сен бұлай... Солай айтуға да болады. Дипломатично шешем дейсің ғой бәрі. Жақсы, дипломатиялық түрде. Керемет, ендеше жалпы, Мади, сен өз өміріңді жалпы интернетсіз қазір елестете аласың ба? Интернет жоқ. Ойлашы, шнур телефоны бар. Почтаға хат жазасың. Оны барып саласың. Оны бір 2-3 апта күтесің. Жауабын аласың ба, алмайсың ба, бір құдай біледі. Негізі сондай өмірге сен келе алатын бедің? Жалпы мен ғана емес, қазір адамдардың бәрі менің ойымша интернетсіз өмірлерін елестете алмайтын сияқты. Өйткені қазір әсіресе музыканттар үшін өзінің шығармашылығын немесе өзінің бір істеген жұмыстарын интернет болмаса оны былай жарыққа шығару өте қиын деп ойлаймын. Өйткені интернет қазір ең басты инструменттердің бірі болып кеткен. Сол үшін интернетсіз мен елестете алмаймын өзімнің өмірімді, шығармашылығымды.
Демек сені қазір бір 2 айға бір жерге жіберіп, телефоныңды алып қойсақ, сен жүре алмайсың. Жоқ, жүре алмаймын. Керемет. Енді шынайы болуға тырысамын. Иә, дұрыс, әрине. Кейбіреулер бар да, мен интернетсіз жүре аламын деп. Телефонсыз да жүре аламын. Менің ойымша кейбіреулер өтірік айтады. Дұрыс, шындықты шын деп айту керек. Қадірменді көрермендер, эфирде лайфхак Айдары. Ал енді Мади бізде лайфхак Айдары. Тыңда. Лайфхак дегеніміз бір істі жасаған кезде немесе бір мақсатқа жету жолында уақытты немесе күшті үнемдеуге көмектесетін кеңес, фишка, құлық дейді. Енді саған сұрақ. Осының ішіндегі естігеннің ішінен өзіңнің бір өмірдегі қолданатын лайфхактарың бар ма? Дәл қазір сен бізге өте бір қызықты лайфхак айту керексің. Айтпайтын болсан, мынау жақында Ғалымжанның тойы болады. Соның тойына келіп 4-5 ән айтып кетесің. Жақсы. Лайфхак па, әлде Ғалымжан тойында 4-5 ән ба? Тойында кездесетін сияқтымыз. Мен бұлай өмірімді қиындатып жүргенді ұнатамын деп. Лайфхактар қазірде, дәл қазір басымда ештеңе жоқ, өйткені бұлай өзім күнделікті өмірде осындай лайфхактарды қолданбаймын. Сол үшін Ғалымжан тойында кездесеміз. Ғалымжан, вот так вот. Біздің бағдарламада осылай мега талантты әншілерді тегін жібереміз подарок ретінде. Керемет, бірақ сонда да мен ойлайтын, сен бірдеме істейсің ау деп, осы қасың әрқашанда идеальный болып жүреді. Оған бірдеме істейсің ба, жағасың ба? Жоқ, кейде ортасын былай қырам. Ортасын қырам дейсің ба? Иә. Ол ортасын қыру үшін сонда немен қолданасың сен? Жоқ, қырам болғанда шипчикпен былай алып тастаймын, болды. Басқа жерлерін тимеймін. Получается, Қазақстан темір жол сияқты қосыламыз, енді бұлай? Не болды осы? Жақсы. Демек, бұл да бір лайфхак. Егерде әсіресе жігіттер қастарыңыз бейт қосылатын болса, шепчікпен алып бейт тартастар. Сонда бәрі жақсы болады деген ойдамыз. Көп рахмет, Мади. Ой болса, саған бір сұрақ. Енді мынау жалпы өмірде көптеген іс-шараларда жүресің, концерттерге шығасың, фанаттарың білемін өте көп. Бірақ сонда да ең осы уақытқа дейін ыңғайсыз және күлкілі сұрақтар болды ма фанаттардың атынан? Есіңде қалып кеткен. Жаман бір андай ыңғайсыз болып қалатындай ше. Бір жағынан күлетіндей осындай бір сұрақ қойып қалады мынандай ыңғайсыз положение түсіп қалатындай. Концертте емес, мен жай көрермен ретінде концертке келген болатын. Ол 2-3 жыл бұрын мен былай кепкамен, очкимен әдеттегідей күнделікті өмірде қалай киінемін, солай келдім. Сөйтсе артынан 2-3 қыз келіп, былай арқамнан түртіп, кешіріңіз, сізбен фотоға түсем болады ма? Деп сұрады. Содан кейін мен бірден келісім бердім. Очкиімді шешіп, кепкамды шешсем, олар былай кішке түрлері өзгеріп қалды аяқ астынан. Сөйтсе, не болып қалды деп сұрасам, ол сіз Али деп ойладым. Сөйтіп, түспейміз ба? Жоқ, түспейміз деп қайтып кетті. Залеуқап деп ойладым деп. Жоқ, сен сол кезде іштей жылағың келді ма? Қандай әсерде болдың негізі? Жоқ, өзім де күлдім негізі. Самоирониям бар. Бар ғой негізі, иә. Былай қарасаң, оларда қалай сондай сұрақ қояды? Али екен мүлдем. Жоқ, былай кепка мен очкиді кисек ұқсайтынымыз бар, иә. Ұқсап кетесіңдер. Иә, ұқсап кетеміз. Бірақ қателеспесем, Али мен сенің бойларымыз, иә. Бар ғой, кішкене. Бір басқа кішірек менен. Жақсы, керемет. Олай болса, екінші сұрақ. Сен жалпы қандай тамақты қатты ұнатасың? Ондай бір таңдаймын деп айта алмаймын. Бірақ сонда адамда болады ғой, ең бір жақсы көретін тамақты жейтін кездер болады ғой. Жиі осы заказ береді, бір жерге барса заказ беретін осы тамақ деп. Білеміз, әрине бәрімізде тамақтар көп жейтін, бірақ сонда да ең бір жүрекке жақын болады. Сол сенде қандай тамақ? Мысалы, сен өтірік айтасың да, мен түсінбей қаламын да, солай екен деп отырамын ғой, мысалы, айта берсең болады сол себепті. Үйдің тамағы вне конкуренция болсын, үйдің тамағын жей беремін де, арнайы бір заказдарым болады.
мама деген. А, Ең жақсы көретін қуырылған картоп сияқты. о, Ешқандай бір қуырылған картоп. күрделі бір тамақтарды ұнатпаймын. Үстіне тұзын шашып дейсің олай, Жайға шашып О, жіберетін тамақ. керемет. Енді сол құрылған картоп деп алайық. Енді қара. Мысалы, сен музыкалық альбом шығардың. Сол музыкалық альбом сенің сүйікті тамағыңа арналған, яғни қуырылған картопқа, иә? Соның ішіндегі әндерді сен қалай атайтын едің, мысалы, хотя бы бір 3-4-еуін айтып кетсең. Альбом тамақ жайлы, қуырылған картоп жайлы. Соның ішіндегі әндер қалай аталатын еді? Менің ойымша, Ойланып көрейікші. әрбір әннің атын, әрбір ингредиенттің атын қойып едім. Соның бәрін қосқанда сол қуырылған картоп шығады. Мысалы? Картоп, тұз, май деген сияқты. Бұрыш деп па. Сол 4 болсын. Қалай қуырады картопты? Тағы не қосады? Сен басты бір атауды ұмытып кеттің ғой деймін. Ау? Басты бір атауды ұмытып кеттің негізі. Бірінші басталады сол альбом, сол әннен бірінші басталатын еді. Не? Повар? Сен ақжаулықты анаң пісіреді ғой сол тамақты. Жазатын ба едің? Да? Жазбайтын ба едің? Жоқ, жазатын едім. Жақсы, керемет. Жақсы. Енді соңғы сұрақ қойсам, мынау елестетейік, сен бір үлкен режиссерсің. Саған айтады, Мади, сен үлкен бір жоба жасау керексің. Ол қандай жоба болады? Қысқаша айтып кетсең. Және де сол жобаның ішіне кімдер қатысады? Режиссер болсам, білмеймін, бір мюзикл қойшы едім негізі. Музыкальный бір андай. Музыканттар, таныстарым бар, достарым бар. Және рөлді атқаратындарда бізде көп қой негізі. Даже таныстардан емес болсын да, бізде өте талантты актерлар, музыканттар, бишілер, артистер өте көп. Сол үшін Демек, сен тек қана таныстар емес, бірақ талантты жастарға да мүмкіндік беріп, кастинг жариялайтын едің, иә? Керемет, бәрекелді. Осындай керемет қонағымыз Мади Рымбаев әңгіме бағдарламасында, ал біз болсақ әрмен қарай жалғастырамыз. Қадірменді көрермендер, эфирде әңгіме бағдарламасы, қонақта Мади Рымбаев. Ал енді Мади, сенің әніңе көшсек. Жалпы бұл ән дүниеге қалай келген? Жаңа ғана айтып өттің ғой, ен деп. Сол атауды жалпы кім қойып берді саған бұл әнге? Жай тексті бітірген кезде бір сөзді таңдайтыным бар да, мен ерекше бір атауды ойлап тапқаным жоқ негізі. Жай ғана текстен бір ұнаған сөзді алам да, сол әннің атау деп қоя салам. Жай ғана. Соның ішінде толқынға ойламай қоя салдың. Иә, толқынға ен деген фраза бар. Бірақ толқынға ен деп тым ұзақ болған мен үшін. Сол үшін толқынған алып тастадым да, жай ен деп қоя салдым. Керемет, жалпы енді мен өзімде ойлаймын, жалпы бұл қазір ән көптеген бір біздің сүйікті тыңдармандарымыздың жүректеріне ең жүрген шығар бұл ән, әрине. Жалпы айтатын болсақ, осы ән сенің репертуарындағы әндермен салыстырғанда сүйікті әндердің ішінен нешінші орын алады? Нешінші орын болып табылады бұлар? Бірінші. Дәл қазір бірінші. Керемет. Осы әнге қатысты өмірде болсын, сахнада болсын, бір іс-шарада болсын, қызықты жағдайлар болды ма, оқиғалар дәл осы әнге қатысты? Негізі бұл ән баяғыда жазылған ән, 6 жыл бұрын. Ол кезде мен енді ғана музыканы жазуды үйреніп келе жатқам. Сол менің өз қолыммен жасаған бірінші аранжировкаларының бірі болған. Және сол кезде былай айналамда тым баяу, мұңлы, бір депрессивный әндер көп болатын айналамда. Сол үшін мен сол лоу-фай депрессияның арасында бір жарқын ырғақты әнді шығарайын деген. Бір контраст болу үшін, өйткені мен құрдастарым ол кезде мұңлы болған сияқты. Бір позитив болған жоқ. Сол позитивті тудыру үшін осы ән жазылған болатын. Сол мақсатпен жазылған. Керемет. Мадин, негізі тағы бір андай сұрағым бар еді саған. Көп қыздар сұрайды екен.
Мадинің қызы бар ма, жоқ па деп. Жоқ. Жоқ па? Жоқ. Енді жылайын деп айтасың ба, күлейін деп айтасың ба, қалай отыр өзі? Жоқ, қызым жоқ. Қызым жоқ па? Уақытымда жоқ қызға деген. Жүрек ашық қой. Жүрек ашық. Достық бар. Достық бар, жүрегім ашық, бәрім Мен ашық. бір комментарийді оқып қалдым да, енді білмеймін ғой, интернетте жаза береді ғой, шын ба, өтірік па білмейсің. Ой, Мади Рымбаевтың қызы бар, ол өзінен 17 жас үлкен деп сөйтіп бір әңгімелерді естіген болатын. Ол өтірік шығар ол, Иә. Ойлаймын. Иә. Бір ойланып өзіне жауап бердім, жарайды оны. Өтірік деп ойлаймыз енді бізде. Керемет. Енді Мади, қазір осы сен керемет әніңді, ең деген әнді біз бір жаңаша түрде орындағымыз келіп отыр. Осы студияда қалай істейміз? Ғалымжан дәл қазіргі сәтте саған бір атақты әннің әуенін ойнайтын болады. Сен болсаң, сол әуенге еңнің текстін алып, қосып, бірге шырқайсыңдар. Әуен басқа, бірақ текст ең әннің тексті болады да. Бір сондай керемет коллаборация жасап көрсек деген ниетіміз бар еді, қалай қарайсың? Көрейік. Керемет. Олай болса, Ғалике, сіз дайын болсаңыз, Мади дайын болса, қандай әнді орындаймыз, қандай әнді сұраймыз? Чумаков па? Көрейік. Чумаковтың қандай әні? Тут и там ғой. Классика. Тут и там. Тут и там Чумаков, Мади Рымбаев әңгіме бағдарламасында тек қана біздің бағдарламада осындай керемет коллаб болады. Тут и там әуеніне ең әнің тексті. Қабылдаңыздар. Көңілсіз отырсың, не айтшы қызым, әзіл өтпеді, мәнсіз жақындай берем, тура қаштың неге, ла-ла-ла-ла-ла, мәнсіз биге шақырсам сені болама, көзіңдегі мұңды жоялам, шақырсам биге сені болама, көзіңдегі мұңды жоялам. Я его больше не оставлю. Браво! Мади Рымбаев! Мынау енді Алексей Чумаков ағамыз естейтін болса, кәдімгідей сенің бір творчествоңа қызығайын деп тұр ғой, негізі. Керемет. Не деген тембр, не деген дауыс. Шыны керек, мойындау керек. Бізге студиямызға қонақта келген кезде бірден осындай коллаб жасай алмайды. Өйткені қиын, расымен де өте қиын. Сен өз әнің текстін жақсы біледі екенсің, сөздерін көрініп тұр, жүрегінен шыққан екен. Біз саған тағы да үлкен алғысымызды айтамыз. Мади, көп рахмет. Олай болса, құрметті достар, дәл қазіргі сәтте Қазақконцерттің талантты музыканттары және де Мади Рымбаев өздеріңізге арнап кереметтей ең әнін орындайтын болады. Қабыл алыңыздар. Сұлу қыз әзіле өтпеді, көмектеспеді мәнсіз, жақындай береу, тұра қаштың, артыңнан ереу, көз алмаспын, үміттің сөнбес, сезімге маспын, тоқтата алмассың, биге шақырсам сені болама, көзіңдегі мұңда жоялам, қолыңды бер маған, жасам артқа қадам, толқынға ем, көз алмаспын, сезімге маспын, тоқтата алмассың, қимыл жалғасын. Қарашы ай жарық, ғашықтардың уақыты,
болам сенің бақытың. Жақындай берем, тұрақ қаштым, артыңнан ерем, көз алмаспын. Үмітім сөнбес, сезімге маспын, тоқтатылмасын, тоқтатылмасын. Неге шақырсам сені болама, көзіңдегі мұңды жоялам. Қолыңды бер маған, жасам артқа қадам, толқынға толқынға неге шақырсам сені болама, көзіңдегі мұңды жоялам. Қолыңды бер маған, жасам артқа қадам, толқынға толқынға шақырсам сені болама, көзіңдегі мұңды жоялам. Қолыңды бер маған, жасам артқа қадам, толқынға көз алмаспын, сезімге маспын, тоқтатылмасын, қимыл жалғасын. Ай, бәрекелді, Мади керемет. Шынымен де өте керемет ән екен. Мен өзімде бұл әнді тыңдап, кәдімгідей жүрегім елжіреп, бір арбаттың бойында болашақ қызымның қолын ұстап кетіп жатқан бір осындай бейнебаян елестеттім өзіме ше, шыны керек. Енді өкінішке орай бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне келіп жетіп жатыр. Сол себепті бізде дәл қазіргі сәтте насихат айдары болады. Бұл насихат айдарында сен біздің көрермендерімізге, өзіңнің оқырмандарыңа бір жылы сөздеріңді, ниетіңді білдіріп жіберсең, алда болайын деп жатқан бір концерттерің болса, шағырып жүрсең болады. Бірақ сенде 1 минут уақытың бар, сол 1 минуттың ішіне бәрін сыйғызсақ. Құрметті көрермендер, бөлген уақыттарыңыз үшін рахмет. Бәрі сіздерге ұнады деген ойдамын. Әрқашанда күлімдеңдер, армандаңдар. Бәрі жақсы болсын, елімізде, өзіңізде ешқашан мұңаймаңдар. Сіздермен бірге болған Мади Рымбаев, Тимур Омаров және Қазақконцерт музыканттары. Құрметті достар, осымен бүгінгі бағдарлама өз мәресіне жетті. Ал біз болса сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше қош, сау саламатта болыңыздар дейміз. Бізбен бірге болған Мади Рымбаев және әңгіме бағдарламасы. Сау болыңыздар достар!